Жортып келеміз. Жортып келе жатқан сол баяғы Дәутәлі екеуміз. Жортып келе жатқан себебіміз Алматының көшесінен сыра іздеп жүрміз. Іздегенің қашан табыла қоюшы еді. Анда да жоқ, мұнда да жоқ. Желпілдеп қайда жетіп барсақ та, екпініміз тау жыққандай болып, ентігіп қайда келсек те, шіркіннің сырасы әлгінде ғана таусылған болып шығады. Түс ауғанмен 40 күн шілдедегі қала қайнап, ауа жанып, өртеніп тұр. Ыстық бізді қойып шаһардың ішіне түсіп кеткен. Асфальт тобарси балқып, қоңырси еріп жатыр. Жас баланың еңбегіндей басқан сайын былқ-былқ етеді. Демалсаң, қолқан күйірдей қапырық, шөлдегеннен тіліміз аузымызға симай келеді. Дәуке, тұра тұрш, мынау автоматтан газды су ішіп алайын, деймін шыдай алмай. Жоқ, болмайды, одан да мына құртты сор, дейді ол, шалбарының терең қалтасынан қоңырқай екі ежегей құрт шығарып, біреуін сүйсіне жалап-жалап қойып. Ойбай-ау, ежегей одан сайын шөлдетпей ме? Сырасы құрысын, табылмаса қойсын. Краннан су ішсек те қайтайықшы, қаталап өлетін болдық, деймін мен кіржейіп кейіп. Сіркем су көтермеге айналды, табаннан тоздық қой. Әлі де әбден шөлдей түс. Адам әр нәрсеге еңбегін сіңіріп барып қолын жеткізу керек. Оп-оңай кездесе кеткен сырада не дәм, не мән болады, дейді. Дәутәлінің сыра жөніндегі философиясы мығым. Қисынына тіс батпайды. Ешбір дау айта алмайсың. Сөйтіп, мені дедектете ертіп келе жатып, менің Сәулебек Жәмкенов досымның сыра жөнінде мынадай мақал мәтелдері бар. Сыраны сіміріп ішпе, сіңіріп іш. Құстар жиналса ұшайын дегені, достар жиналса ішейін дегені, деп күлдіріп қоятынын қайтерсің. Мен де қарап қалмай, Оспанхан ағамыздың бір шөл бар, шөлмекпен жоғалмас бекен. Әй, осы бізді түбінде шөл алмас бекен дегенінде қосып қой, деймін, езуім күлуге жарамай келе жатып. Шын шөлдеген адамның аузы икемге келмей қалады екен. Дәутәлі қайсы бір күні кешкілік бақшадағы баласы Расулды жетелеп алып, қаламгерге келді. Бірнеше жас ақын қауқылдасып отыр едік. Күн ұзақ, үйге ерте жетіп барған қызық емес. Сендермен бірге отыра тұрайын деді. Ортамыз толып қалды. Бір кезде көрші үстелге Талмачев деген досымен Олжас Сүлейменов келіп қонжиды. Анау, ағаңды танисың ба? Деді. Дәутәлі қасымызда біздің әңгімеде шаруасы жоқ. Өзімен өзі шиенің шиедей сөлін ішіп, қаннен қаперсіз монтиып отырған баласына. Ол, Олжас Сүлейменов аға, деді ол бірден танып. Сен Олжас ағаңның қандай өлеңін жатқа білесің, деп еді. Олы да жанып тұр екен. Бірден, ей, Половецкий край, ты табунами славен, деп аңыратып қоя берді. Сәбидің саңқылдаған дауысы жұрттың бәрін өзіне қаратты. Олжас та әңгімесін доғара қойып құлақ түрді. Өлең аяқталғанда бәріміз қол соқтық. Бар, Олжас ағаңа сәлем бер, деді Дәукең. Олы тартыншақтап еді. Жүр, өзім таныстырайын, деп қолынан ұстап апарды. Олжас еміреніп, атың кім айналайын? Кел, танысайық. Менің атым Олжас, деп гүрілдеп еді. Бала, менің атым Расул, деп тақ ете түсті. Олжекең өзі қатты сыйлайтын Ғамзатов сынды үлкен ақынның атын сәбидің аузынан естігенде селк етіп, басын жұлып алғандай болды. Мүмкін жай ғана елең еткен болар. Маған бірақ солай көрінді. Сол отырыстан тарқағанда Дәутәлі мені әдеттегідей үйіне шақырды. Қайдағы бір қуыстағы қуықтай пәтерде жападан жалғыз өзің жатқанда не бітіресің? Жүр біздің үйге. Шүйіркелесіп, жантайып жатып, жеңгеңнің шайын бірге шейік дейтін Дәукең жұмыстан шыққанда 2 күннің бірінде. Өзі қала сыртында жер түбіндегі Қарасу ауылында сыншы Кәдірбек Уәлиевтің коттеджінде тұрады.
барса қайту қиын, қонып қалуға тура келеді. Сондықтан көбіне қашқақтайтын едім. Ертеңгі күн демалыс болғасын, осы жолы келсе кеттім. Көз байлана екеуміз Расулды екі қолынан жетелеп алып, көліктен көлік ауыстырып, ақыры бірінші Алматы вокзалының түбінен Қарасудың автобусына отырдық. Күні бойға сабылыстан ба, әлде бірер саптаяқ сыраның салдары ма, қалжыраған екеуміз де қалғып кетіппіз. Қарасуға келдіңіздер, Қарасу аялдамаса, Қарасу дегенде естіп оянып, орнынан жылжи бастаған көліктен секіріп түсіп қалдық. Көшені басымызға көтере самбырлай сөйлесіп, салып ұрып, Дәуітәлінің үйіне кірдік. Әншейінде жарқылдап қарсы алатын әйелі Фарида жеңгей бізге бір түрлі аңтарла қарағандай болды. Бұрынғыдай емес, сәлемі де селқос көрінді. Бұл қайдан жүр деп ойлап тұрма деп, енді мен ыңғайсыздана бастадым. Көзімен үсті басымызды түгел шолып шығып, Дәуітәл-ау, бала қайда? Немене, Расулды бақшадан алмағансың ба? Деді. Дәуітәл маған, мен Дәуітәліге қуыстана қарап, состиып қалыппыз. Алғам, жаңа ғана бала бар еді ғой, деп Дәукең маған алақтап, шар айналып, үсті басын сипалай бастады. Не дейсіңдер? Бала қайда кетті? Деген жеңгейдің дауысы оғаштау шығып кетті. Бәсе, бала қайда? Олды автобуста ұмытып кеткенімізді енді білдік. Дәуітәл екеуі қатар отырған болатын. Екеуміз үйден ытқып емес, атып шықтық. Алыстағы аялдамаға бар күшімізбен жүгіріп келеміз. Құйындай ұштық. Реактивті самолетті бұлай зауламайтын шығар. Қалай ғана ұмытып кеттік деймін мен ырсылдап, ентігімді баса алмай. Әлгі автобус Николаевкадан қайтады. Соңғы аялдамада сол. Қайтар жолда ұстап алу керек дейді Дәукең де екі иіннен зорға демалып. Түн ортасы соңғы автобустар қалаға паркке қайтып жатыр. Автобус көрсек қол көтеріп, алдынан шығып, айқайлап тоқтатамыз. Аялдамаға тоқтай қалғанына секіріп мініп, ішін қараймыз. Бала үшті күйлі жоқ. Көкке ұшып кеткендей зымзия. Түн ортасынан ауа бастады. Үрейіміз ұшып кеткен. Түрімізден де адам шошитын болар. Енді қайттық деп тыпырлап, күдеріміз үзіле бастағанда жарығы өлімсіреген бір автобус көрінді. Осы деп айғайлап жіберді Дәуітәлі сыртқы пошымын тани кетіп. Салдырлап келіп тұра қалған көліктің ішіне секіріп кірсек, өзгеге өтірік маған шын, Дәуітәлінің баласы бағанағы отырған орындығында пырылдап әлі ұйықтап жатыр. Ешкім орнынан қозғамаған, ал автобустың ішінде шопырдан өзге бір жолаушы қалмаған. Басқа жұрттың бәрі түсіп қалыпты. Бала дін аман. Бізден бақытты адам болмады. Жүр, баламның табылғанын жуамыз, деді Дәукең. Алақайлап үйіне келдік. Фарида жеңгейдің қабағы бірден ашылды. Бұрынғыдай жадыраңқа, мамыражай күй қайта орнады. Енді баланың табылғанын жууға кірістік.